Қазір мен сендерге Fibonacci'ді қалай пайдалануды және оның қандай қасиеттері бар екенін сендерге үйретіп беретін боламын. Бізде сол жақ бағанада тұратын осы бір құрал бізде Fibonacci деп аталады. Бізде осы аралықтағы біздің сандарымыз, деңгейлеріміз бұл уровендердің қызметін атқарады. Осы уровендерде бізде ең жақсы қызмет атқаратыны 0,382 және 0,618 және ортадағы 0,5 деңгейлері. Біз жаңа трендтерімізге сай осы деңгейлерді пайдалана аламыз. Енді бұны қалай сызады? Егер тренд жоғары қарай кетіп бара жататын болса, біз үстіден асты қарай, яғни біздің біріміз үстінде, нөліміз астында болу керек. Ал керісінше тренд астыға болатын болса, астынан үстіге қарай көтеретін боламыз. Нөліміз үстінде, біріміз астында болатын болады. Енді осыны рынокқа қойып және қалай жұмыс істегендерін сіздерге көрсетіп беретін боламын. Мысалы, бізде мына жерден алатын болсақ, бізде трендіміз төмен қарай жалғасқан. Демек біз не істейміз? Астыдан үстіге қарай трендімізді жалғастыратын боламыз, яғни сызатын боламыз. Мысалы, алғашқы осы откатты есептеп аламыз. Осындай бір откатты. Осы откат болған болса, одан кейін бізде мына жақтағы бағалар белгісіз еді. Енді осы Fibonacci'ге салып мына трендті осы жерден қарайтын болсақ, біздегі откатымыз 0,382-ден болған. Бізде теханализ бойынша көбінесе откаттарымызды 0,618-ге қарап есептейміз. Және Smart Money'ге салатын болсақ, біздің негізгі откаттарымызды осы 0,382-ге салатын боламыз. Мысалы қарап тұрсақ, мына жерде 0,5 деңгейінен откат болған, және одан кейін осы жерде ликвидность ретінде пайдаланып, бізде негізгі откатымыз 0,382-ден бізде болған екен. Және одан кейінгі откаттарды жасай беретін болсақ, мысалы мына жерде бізде сызып аламыз. Бұл жерде де бізде откатымыз осы 0,382-нің бойынан болған екен. Яғни біз не істейміз? Негізгі ереже бойынша тренд болса енді болсын, тренд бойынша сауда жасайтын болсақ, осылай Fibonacci арқылы пулбэкті пайдаланып, біз саудамызды жасасақ болады екен. Мына жердегі откатты осы жерден алып жоғары көтерсек, бізде откатымыз осы 0,618-нің бойынан болған екен. Төмен қарай тренд осы жерден басталып, мына жерден аяқталды деп алатын болса, біздің откатымыз осы 0,618 деңгейінің бойынан болған екен.